Петропавлда Ішкі істер министрлігі кейбір қылмысқа қарсы іс-қимыл бөлінісінің қызметкерлері Теле2 ұялы байланыс операторымен бірлесіп Симбокс құрылғыларын телефон алаяқтығын жасау үшін пайдаланылған ірі қылмыстық желінің қызметін тоқтату бойынша операция жүргізді. Нәтижесінде заңсыз қоңырауларды бағыттау жүйесін ұйымдастырған шетелдік азамат ұсталды. Қылмыскерлер Симбоксты нөмірлерді ауыстырып, қоңырауларды жасыру үшін пайдаланылған. Бұл оларға қауіпсіздік жүйелерін айналып өтуге, алаяқтық қоңырауларды жасыруға және азаматтарға, банктер мен мемлекеттік құрылымдарға шабуыл жасауға мүмкіндік берген. Тінту барысында 3 пәтерден әрқайсысында 32 сим-картадан орнатылған 4 Симбокс құрылғысы, 4 маршрутизатор, 4 Wi-Fi роутері, ноутбук, 2 ұялы телефон және флеш-карта табылып, тәркіленді. Жыл басынан бері киберполицейлер байланыс операторларымен бірлесіп 68 Симбокс құрылғысын, қылмыстық схемаларда пайдаланылған 88 мыңнан астам сим-картаны тәркіледі. 29 адам ұсталды, оның ішінде 13-і шетелдік азамат. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес заңсыз желіні ұйымдастырғаны және интернет алаяқтарға көмектескені үшін ұсталғандарға 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалуы мүмкін. Ішкі істер министрлігі азаматтарды мұқият болуға және жеке деректерді бөгде адамдарға бермеуге шақырады. Күдікті қоңыраулар немесе хабарламалар түскен жағдайда дереу құқық қорғау органдарына хабарласу керек.